адамдардың дауысын жинау, немесе согласованиясын алу ұзақ уақыт алып отыр. Өткен бір кісі болмай қалады орында 2 күн, 3 күндік тұрып қалуы мүмкін. Электронный кезінде ол кісіні іздеп жатпайсың, ол кісіге бәріне бірден барады, 5-6 адамға согласованияға. Қол қойған кезде QR коды шықты жаңағы документтегі. Әр адамның қол қойған уақыты, комментарий жазғысы келсе, комментарийсін қосып жазып кетеді. Толық ақпарат алуға болады. Фотоаппаратты ашып, QR кодқа жүргізген кезде QR кодта жазылған ақпаратты толық көруге болады. 27 процесс біздегі күнделікті болып жатқан процестердің барлығы қамтылу керек. Яғни жаңа айтып отқандай цифрландыру керек. 100% цифрландыру. 100% орындау үшін осыншама қаражат керек. Оған қосалқы бізден басқа осыншама мамандарды қарастыру керек деген сияқты. Мына процестердің барлығы 27-сі электрондалған кезде адам ресурстары босай ма, босамай ма? Бұрынғыдай апталап істейтін шаруаларды бір сағаттың ар жақ бер жағында шешіліп жатса, біз неге оншама адам ұстауымыз керек? Неше түрлі платформалардың ішіндегі дұрыстарын теріп, оның басқалар платформалармен синхронизация жасау. Ары қарай біз өзімізге сәйкес не қоса аламыз? Тағы да толықтап құрылысшылармен бірге қарайық. Ең маңызы барлық процестеріміз, ол жаңағы ауыпымыз болсын, линияда жүрген мамандары болсын, қайсы болсын, барлықтары бір кіріп, бүкіл тиісті ақпараттар алу керек. Құжаттың толық болуы, сапалы шығуы, сапалы салынуы, одан қабылдау мәселесі, осының бәрін қосуымыз керек. Әрине үлкен шаруа. Ең бастысы бізде тәжірибе бар. Көз қорқа, қол батыр. Асығу керек, бірақ сапалы асығу керек. Сонда ғана біз дамимыз, сонда ғана жеңісте болады, жетістікте болады. Жоспарлы жұмыс істейміз. Мен айтқандай әр дүйсенбінің сағаты сол 16:00-де сіздердің сағаттарыңыз. Бүкіл мәселелерді айтып, есебін беріп, тиісті қандай мамандар керек бұл жерге айтып, тізімге сәйкес шақырып отырасыздар.